Сәлематсыздар ма, құрметті оқырмандар? Абай қаласының орталық бала кітапханасы тәуелсіздіктің 30 жылдығында 30 кітап акциясы аясында 21-ші шығарылымды Толымбек Әбдірайымовтың «Ала бұға аулаған күн» атты кітабына арнайды. Балалар әдебиет әлемінде ойып тұрып орын алатын кітап Толымбек Әбдірайымовтың «Ала бұға аулаған күн» атты кітабы. Толымбек Әбдірайымов 1955 жылы 12 қыркүйек күні Семей облысы Аягөз қаласында дүниеге келген. Ақынның алғашқы әңгімелері 1970 жылы газет-журналдарда жариялана бастады. Сол шығармалардың бірі «Ала бұға аулаған күн» атты шығармасы еді. Ұрпақтан ұрпаққа жан дүниесіне әсер ететін шынайы әңгімелер мен ертегілері осы кітапта басылып шығарылды. Сонымен қатар оқырмандарды өзіне баурап алатын, ынтықтыратын шығарма желісі жас баланың өміріне арналған. Осы шығармада жазушы әрбір кейіпкерді жан дүниесіне ене отырып, жан жақты, батылда, батырда, мейірімді, адал, аңғал, аңқау етіп көрсетеді. Кейде осы шығарма ішіндегі іс-әрекеттер әр баланың қиялына, арман мақсатына ене отырып жазылған шығармалардың бірі. Тәрбиелік жағынан өте басым, балаларға тәрбиесі мол шығарманың бірі «Ала бұға аулаған күн» шығармасы. Адам баласының өмірге деген көзқарасың, тұлғалық болмысың балалар әдебиетімен қалыптасатыны әрине өзімізге белгілі. Толымбек Әбдірайымовтың «Ала бұға аулаған күн» атты шығармасы балалардың рухын, жан дүниесін, өмірге деген көзқарасын өзгерте отырып, жан жақты етіп берілген. Балалар әдебиетінің ішіндегі ойып тұрып орын алатын бірлердің бірегейі «Ала бұға күн аулаған» атты кітабы десем артық болмас еді. Олай болса, балалар, құрметті оқырмандар, сіздерді Абай қаласының орталық бала кітапханасына «Ала бұға күн аулаған» атты кітабын оқуға шақырамыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.